Сәлеметсіздер, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздерге отбасымыздың сүйікті кітаптары жайлы айтатын боламыз. Назарларыңызды сұраймын. Қожа Момышұлы 1910 жылы дүниеге келген. 1982 жылы қайтыс болған. Ол Кеңес одағының батыры. Ол әртүрлі кітаптар шығарып, өлең жазған. Бұл Қожа Момышұлының Ұшқан ұя деген кітабы. Ең белгілі туынды кітаптың бірі. Абай Құнанбаев жазушы, ақын, аудармашы. Абай Құнанбаевтың кітаптары өте көп. Оның өлеңдері, қара сөздері ұрпақтан ұрпаққа тарап келеді. Өлмей тұрған артынан сөз қалдырған осы болса керек. Сондықтан Абайдың кітаптарын оқуға кеңес береміз. Мен Тұрғали Демир Дидарұлы 3-ші сынып оқимын. Мен кітаптарды оқығанды ұнатамын. Мен бос уақытымда мектептің кітапханасынан кітап ертегі алып оқимын. Сол ертегілердің ішіндегі ең ұнаған ертегі екі дос. Себебі дос тақырыбы достың бір-біріне адалдығы маған өте маңызды. Осы ертегіден түсінгенім, шын достар, адал достар басына қандай жағдай түссе де адалдығын, қамқорлығын ұмытпау керек. Және бір-бірін тастамау керек. Сонымен қатар Абай Құнанбаевтың «Ғылым таппай мақтанба» атты шығармасы білім мен ғылымға ұмтылуы, адамгершілік пен рухани тазалыққа бағытталған құнды шығармаларының бірі болып келеді. Ал ендеше сіздерге «Ғылым таппай мақтанба» шығармасын орындап берейін. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай аттанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, еш нәрседен асып қой, еш нәрседен ғашық қой. Адам болам десеңіз, тілеуің өмір алдында, оған қайғы десеңіз, еріншек бекер мал шашпақ, өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ, еш дұшпанын білсеңіз, талап еңбек терең ғой, қанағат рақым ойлап қой, бес асыл іс көңсеңіз. Балалар, сіздерге де мен сияқты ақын жазушылардың кітаптарын, неше түрлі ертегі кітаптарды оқуға кеңес беремін. Біздер кітап оқу арқылы зейіндеріміз ашылып, тіл байлығымыз кеңейіп, білімді ұрпақтың қатарынан боламыз деп сенемін. Назарларыңызға рахмет.